Ассалаумағалейкум, астана мереке құтты болсын деп қояйық бір. Қош келдіңіздер, қадірменді көрермендер. Енді байқайсыздар ма? Бұрында бір әулетте болмаса бір үйде бір үлкен қуаныш, үлкен той болатын болса, сол тойдың алдында сол әулеттің абыройлы атамыз бен апамыз бір 20 шақты адам жиналып бір тәтті шай болатын, не? Оны бір жақта тәтті шай дейді, бір жақта ақыл шай дейді. Енді ақылдасады. Тойда кім қандай қызмет атқарады, құдаларды кім күтеді, барлығы сол жерде ақылдас болады. Ал енді байқайсыздар ма, қазір сондай бір тәтті шайлар, ақыл шайлар жоқ. Неге? Өйткені сондай тәтті шай қазір WhatsApp-та. WhatsApp-тағы туысқандар дейтін группада. Бүкіл тәтті шай, бүкіл ақылдас сол жерде қазір. Барлығы сол жерден шықпайды қазір. Зато мен бір таңғалғаным, бұл WhatsApp дамып кеткен соншалық, менің өзімнің туған ауылымның өзінің группасы бар екен. Қойкезек дейтін. Қандай керемет қойкезек дейтін группа. Рахат, бұрынғыдай үйді аралап бөтен қой іздеп жүрмейсің. Кімнің үйінде бөтен қой бар? Қойдың суретке суретте группаға лақтырып жібереді. Ода біліп жатасың қойың кім деген. Жібере сал, ертең алып кетемін дей саласың болды. Сосын бір таңғалғаным, менің өзімнің 7 жеңгем бар. Ол 7 жеңгемнің өздерінің группасы бар екен, абысын тату болса деген. Қандай керемет, абысын тату болса. Бірақ ішінде өздері қырылып атады. 2 күннің бірінде соғыс ішінде. Біз олардың қырылып атқанын қайдан білеміз? Олар қатты қырылған кезде байқамай общий группаға кетіп қалады запистары. Біз содан біліп отырамыз, мыналар қырылып жатыр екен ғой деп. Сосын енді ата-аналар бар шығар, мектепте оқушылар бар, ата-аналар болса, олардың өзінің бір 2 группасы болады. Бірінші ата-аналар ұстазбен деген группа бар, Сосын ата-аналар ұстазсыз дейтін группа бар. Екеуінің әңгімесі бір-біріне сәйкес келмейді. Ата-аналар ұстазбен деген группада барлығы күшті, бәрі есеп шығарып отырады. Ата-аналар ұстазсыз дейтін группада міндетті түрде бір ата-ана болады. Құрметті ата-аналар, 8 март келе жатыр, мұғалімге подарок алайық дейтін. Бір подарок берекші ата-ана болады сондай өзі. Ал жақсылап қазылап көрсең, сол мұғалімнің сіңілісі болып шығады сол кісі. Сосын ер адамдар білетін шығар, еркектерде болады, достар дейтін группа бар, Оның өзі 2-ге бөлінеді. Достар, сосын достар әйелдерсіз дейтін. Байқайсыздар ма, біз еркектер не только группада, өмірде чатта да сөйлемей баратымыз. Біз өзіміз сөйлететін достар дейтін группамыз бар. Сосын қандай бір группа болсын, сол группада мынандай адам болады. Жұма қабыл болсын дейтін картинка жіберіп отыратын. Ол вторник па, среда ма қызықтырмайды оны. Біреуден келді ма, жіберу керек сразу болды. Сосын тағы бір мынандай адам болады. Осы хатты 10 адамға таратсаң дейді, жолың ашылады дейді. Анан таратайын десең, кімге жексұрын боласың? Таратпайын десең, жолың ашылмай ма деп қорқасың. Сонымен айтыр, анан олап тастаған санан тарат жібересің, о 2 күннен кейін обратно өзің келіп тұрады ол саған сообщение. Сосын бұл WhatsApp-тың соншалық дамып кеткені қазір кімнің қандай настроенде жүрген статусынан ақ көруге болады. Мысалы біз өзіміздің бір жігіт бойдақ кезде өзінің қызымен жүріп жүрсе, оның статусында былай жазылып тұрады. Сен менің жалғыз ханшайымымсың деп тұрады. 3 жүрек. Сосын бір 3 күннен кейін қарсаң, сол қызымен ұрысып қалған ғой деймін. Ана статуста былай жазылып тұрады, любовь достойна только маму деп. Ана қыздыңқы да тура сондай, жігітімен жүріп жүргенде былай жазылып тұрады, ты мой принц белом коне, приходи ко мне в декабре деп. Қандай махаббат деп қаласың. 3 күннен кейін кірсең, ұрыспаған жігітімен былай жазылып тұр, бұл өмірде мен үшін бір еркек бар, ол менің әкем деп тұр. Енді фантазияларыңыз қосыңыздар, екеуі үйленді. Ал жеңгемнің статусы қалай болады? Жеңгемнің статусы былай болатын сияқты. Жүрек, балашаға, соскының суреті, балапандарым аман болсын деп тұрады. Болды. Күйеуінде шаруасы жоқ оның жүрек. Ал күйеуінде былай жазылып тұрады, постоянно на работе деп тұрады. Болды. Бірақ өз жұмыс істемейді. Бірақ на работе. Ал енді ары қарай фантазияларыңыз қосыңыздар, екеуі ата мен әже болды. Әжемнің статусында былай жазылып тұратын сияқты, жаман шалым аман болсын деп. Басқа ештеңе керек емес. Атамның статусына кіріп қалсаң, былай жазылып тұратын сияқты, любовь достойна только маму, точно көзім жетті деп. Өткенде біздің әулетте бір той болатын болып, бір группа ашылды, тойға дайындық дейтін. Бәріміз қосты. Бірден той иесі ағам жазып жіберді, құрметті әулет, тойға 50 мыңнан жинаймыз деді. Сосын сол жерде чат жабылды. Сразу 3 апам покинул группу болды ана әңгімеден кейін. Сосын той халал болады деп еді, бүкіл әулеттің еркектері покинул группу болды. Ең соңында чатты ашам, атам ғана отыр ғой менің. Ата қаяқтан қалып кетті, сөйтсем атам өлген күннен отыр екен ғой, ана чаттан қалай шығу керек білмейді екен ол кісі. Содан кейін отыр екен.
Құрметті қонақтар, ардақты ағайындар, мұлай әлеуметтік желімен араласқанша, осылай жүзбе-жүз, көзбе-көз араласқанға не жетсін ағайын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, араласып тұрайық. Құрметті көрермендер, мерекелеріңіз құтты болсын!